Сәлем достар, сіздермен бірге кинози. Бүгін сіздерге 2019 жылы фантастикалық фильм Гарри ясно фильмін қысқаша шолу жасап айтып беретін боламын. Ендеше мен бастаймын. Тори мен Кайл ұзақ уақыт бойы балалы бола алмай жүреді. Кешкісін олар бір дауысты естиді. Жер сілкінеді, свет өшеді. Олар сыртқа шығып қараса бір нәрсе құлағанын көреді. Жұп ол жерге келгенде ғарыш кемесі мен кішкентай баланы көреді. Олар баланы асырап алады және де оған Брэндон деген есім береді. Және де ғарыш кемесін сарайға жасырады. Арада 12 жыл өтеді. Олар баланы ерекше болып өсіп келе жатқанын көріп, шындықты жасырады. Ол үй шаруасына көмектесіп ақылды болады. Брэндон өзінің ақылдылығынан сыныптастарының арасына мазаққа қалатын еді. Және де ақылдылығына арқасында сыныптас қызы Кейтлердің де көзіне түседі. Кешкісін сарайдағы кемеден Брэндонға хабарлама түсе бастайды. Сол себепті ол терезеден секіріп сарайға келеді. Анасы оны көріп қалады. Ол әйелге ешнәрсенің есінде жоқ екенін айтады. Бірақ бала бұл жерде әлі де кеменің бар екенін білмейтін еді. Келесі күні Брэндон ауланы тазалауға шығады. Ол құралды басында қоса алмайды. Және де шынданып аппаратты ұзақ метрге лақтырып жібереді. Брэндон таң қалады. Сосын қолын салып қарайды, бірақ та бала ешқандай жарақат алмайды. Кешкісін отбасы және де ағасы Ноа мен әпкесі Мэрилин баланың туған күнін тойлауға кафеге келеді. Олар балаға аң аулайтын мылтық береді. Бірақ Кайл бұны балаға беруге қарсы болады. Нет, он же еще ребенок. Брэнд әкесінен қаруды беруді талап етіп жанжал шығарады. Олардың жанжалының кесірінен отырыстың жартысында отбасы үйлеріне қайтады. Келесі күні олар аңға шығуға дайындалады. Брэндтің тамақтанып отырған кезде вилканы ешқандай жарақат алмай шайнап отырғанын Кайл көреді. Ал Тори болса баласы Брэндонның бөлмесінен жалаңаш қыздардың көптеген суреттерін көреді. Что ж, мы знали, что этот день настанет. Бірақ та олардың арасында адам мүшесі мен көптеген жаманда суреттерді байқайды. Аңшылықта Кайл мен Брэндон арасында жыныстық қатынас туралы әңгіме айтып, керек кезде бұлай істеуге болады деп кеңес береді. Брэндон әкесінің сөзінен соң сыныптасы Кейтлерге келеді. Ол қыздың бөлмесіне тығылып тұрады. Қыз оны көріп қалып анасын көмекке шақырады. Анасы ештеңе жоғын айтады. Келесі күні мектепте Тори мен Мэрилин Брэнд туралы әңгіме айтады. Ол баланың өзгеріп, ашулы және де тыңдаулы болып жүргенін айтады. Анасы Брэндке келген кезде оның бір белгілерді салып отырғанын көреді. Кайл құстардың Брэндтен үркетінен байқайды. Кайл баласы Брэндтен бәрі жақсы ма деп сұрайды. Баласы оған ештеңе деп жауап бермейді. Кешкісін Кайл сырттан дауыс естиді. Ол сарайға келген кезде тауықтардың барлығы өліп, есіктерінің бәрі жұлынып қалғанын көреді. Әйелі бұны қасқырлардың ісі деп ойлайды. Бірақ та күйеуі бұны Брэндон істегенін мойындау керек дейді. Детка, волки на это не способны. Снести дверь с петель и выломать замок. Келесі күні дене сабағында Кейтлер Брэндті ұятсыз деп атайды. Жігіт оған ашуланып, оның қолын сындырып жібереді. Солай мектепте үлкен айқай шығып, Тори қыздың анасынан кешірім сұрап, байқаусызда болған жағдай деп сендіргісі келеді. Эрика бұған сенбейді. Полицейлерге Брэндті қамауын сұрайды. Және де оның анасы Ториді псих деп атайды. Кешке Тори күйеуіне Брэндтің кемеге барғысы келгенін айтады. Осы кезде Брэнд баланы адам емес дейді. Он выглядит как мой, говорит как мой, но у него ни разу в жизни не шла кровь, ни царапины. Бұл уақытта бала тағы да кемеден байланыс алады. Ол сарайға келіп кеме тұрған темірді бірден оңай ашады. Бұны Тори көреді. Ол баланың ұшып әлемді жаула деп бір сөзді қайталап тұрғанын көреді. Кейін ол жерге құлап, бірінші рет бала жарақат алады. Әйел Брэндонға бар шындықты айтып береді. Ол бұл жерден емес екенін және де өзге ғаламшардан келгенін айтады. Ол баланы түсінеді деп ойлаған еді. Бірақ та бала ашуланып, отбасылық суреттердің барлығын қиратады. Кейін ол Мэрилинға келеді. Ол өзінің басқалар секілді емес екенін, қыздың бұны бірінші біліп байқағанын айтады. Және де қорықпауын сұрайды. Ол өзінің ерекше екенін бүкіл әлемге білдіретін боламын дейді. Қыз анасының онымен араласуға тыйым салғанын айтады. Брэндон қызға: Я с этим разберусь. Кейін ол қызға гүл сыйлап жоқ болып кетеді. Бұл уақытта Эрика кафені жауып үйіне барғалы жатады. Сосын ол біртүрлі белгілерді көреді. Кейін свет жанып өшіп сынады. Ол әйелдің көзіне кіреді. Эрика бұнда біреудің барын түсінеді. Бірақ ештеңе көрмеген соң холодильникке тығылуды жөн көреді. Бірақ та жігіт есікті ашады. Әйел өлмес үшін барлығын жасайды. Соңында өлгелі жатырған кезде маска киген кішкене баланы көреді. Келесі күні Брэндон ата-анасын көреді. Өзінде бәрі жақсы екенін айтады.
Бұл уақытта полиция Эриканың өлімін тексеруде еді. На ограбление не похоже. Полицейлер оқиға орнынан біртүрлі белгіні көреді. Ал бұл уақытта Мерлин Брэндон мен оның тәртібі туралы әңгімелесіп отырған еді. Ол мектепте психолог болып жұмыс жасайтын еді. Әйел балаға өзін жақсы жаққа өзгертпесе, оны көптеген қиындықтар күтіп тұр және полицияға хабарлайтынын айтады. Кешкісін Брэнд Мерлинға келіп, полицияға хабарлама, немесе бұл жаман аяқталуы мүмкін деп қорқытады. Әйел баланы тыңдағысы келмей, оны үйіне қайтарады. Бұл уақытта бала да үйге кіріп үлгерген еді және де әйелді бақылап жүреді. Мерлин демалмақ болып ұйықтап жатырған кезде Ноа үйге келіп қалады. Ол гардероптан Джена Брэндонды көреді. Ол ашуланып бәрін ата-анасына айтамын дейді. Жігіт баланы көлікке отырғызбақ болғанда Брэндон оны лақтырып маска киіп үлгереді. Ноа қорқып кетіп бұл жерден машинамен кетіп қалады. Кейін машинаның көтеріліп жатырғанын байқайды. Брэндон алдынан шығады. Ол ағасын машинасын көтеріп төменге жіберіп қалады. Сол себепті Ноаның жағы сынып сол жерде көз жұмады. Брэндон қанмен белгі салып кетеді. Кейін Брэндон үйге келеді. Балдармен футбол ойнап үйге кешігіп қалдым және киімімді балалар жыртып жіберді деп өтірік айтады. Ата-анасы да баланың өтірік айтқанын түсінді, бірақ та ештеңе істей алмады. Советоваться надо было раньше. Он наша забота. Тори мен Кайл кешкісін болған жағдайды естиді. Ол күйеуінің авария болғанын және де Брэндонның оған келгенін айтады. Олар таңертең Брэндонға Ноамен болған жағдайды айтады, ал бала болса оларға. Ладно. Кажется, вы ждете, что я заплачу. Кайл Ноаның өліміне Брэндонды кінәлайды, бірақ та бала оны ойыншық секілді итеріп жібереді. Кайл Брэндонның киімін тауып алады, одан қан көреді. Ол әйеліне көрсетіп, Ноаның қаны дейді, бірақ та Тори бұған сенгісі келмейді. Сол себепті ұрсады. Он не наш сын. Мы нашли этого пришельца в лесу. Бұл уақытта шериф өлімдерді зерттеп екеуінен бірдей белгіні байқайды. Кайл баланың суреттерін көріп әйеліне Брэндонмен сөйлесіп көремін деп түсіндіретінін айтады. Олар кеткен кезде Ториге шериф келіп сұрақтар қоя бастайды. Что напоминает две буквы «Б», как в имени Брэндон Брайер. Бірақ әйел бұндайды бірінші рет көріп тұрғанын айтады. Және де ол кеткесін баланың бөлмесіне барып дәптерлерді тауып алады. Содан кейін Ноаның өліміне Брэндонның қатысы бар екенін түсінеді. Бұл уақытта Кайл баланың басына мылтықпен оқ атады, бірақ та ол балаға әсер етпейді. Кейін бала жоғалып кетіп маскамен пайда болады. Әкесі одан кешірім сұрап баладан өлтірмеуін өтінеді. Брэндон оны аяусыз өлтіреді. Тори Кайлға хабарласады, бірақ та оны Брэндон алады да әкем менде жоқ дейді. Әйел полицияларға хабарласпақ болған кезде Брэндон үйді құртпақ болады. Полицейлер келген кезде бала оны өлтіреді. Кейін оның көмекшісін өлтіреді. Әйел төсектің астына тығылып, кейін терезеден секіреді. Әйел баланың кемеден жарақат алғаны есіне түсіп сонда барады. Ол кемеге келген кезде Эриканың денесін көреді және де кеменің ашып кішкене бөлігін алып алады. Сосын Брэндонды көріп, оның жақсы адам екенін айтады. Я хочу быть хорошим, мам. Правда. Және де жылап тұрып баланы өлтірмек болады, бірақ та Брэндон оны тоқтатып қалады. Ол ашуланып, Торимен бірге көкке ұшып, анасын төменге қарай лақтырып жібереді. Ол өзінің ісін жасыру үшін ұшақты сол жерде сындырады. Жаңалықтардан ұшақ туралы айтады. Ал Брэндон болса ешқандай кінәсіз күйде печенье жеп отырады. Кейін ол бүкіл әлемді жаулауды бастайды, адамдарды өлтіреді, ғимараттарды қиратады. Фильм осымен аяқталады. Келесі видеода қандай киноны көргілеріңіз келеді? Комментарийға жаза кетіңіздер. Арнаға тіркеліп лайк баса кетсеңіздер, сіздерден үлкен қолдау болар еді. Баршаңызға сау болыңыздар.